Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өте нәзік әрі де ерекше оңай жасалатын шиелі пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін біз бірінші ыдысымызға жұмыртқамызды шағамыз. Сосын оның үстіне біздің қантты және де майонезбен сгущенканы салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Одан кейін сүт пен сары майды ерітіп құямыз. Одан кейін біздің разрыхлителді, яғни қоқсытқышты және де ұнымызды бірнеше бөліктеп, електен елеп саламыз. Біздің пирогтың қоюлығы осындай болуы қажет. Сосын оны біз керек формаға құямыз. Одан соң шиені видеодағыдай етіп, біздің пирогтың жан-жағына бөліп тұрып салып шығамыз. Одан соң қызған пеште 250 градуста алтын түстес болғанша пісіріп аламыз. Пирог өте нәзік болып шығады. Тестосы өте жұмсақ әрі де үлпілдек болады, ал және оның ішіндегі біздің начинка, яғни шие қышқылдаммен ерекше болып үйлеседі. Сізге бұл шиелі пирогтың ұнайтынына сенімдімін, сол үшін дайындап көріңіз, ас болсын.